сосын білесіз ба, біз медресеге кірген күннен андай ұстаздары қабағын сабағанда андай күліп бір ислам діні деген нәрсе ақылағын көрсетіп күшті мәміле жасау керек қой. Енді біз өзі кішкентай болған соң внимание қажет етеді ғой адам ше. Будто бір женский армияда жүрген сияқты ма? Иә, сондай. Енді ислам діні күшті дін ғой, андай мәмілесі күшті болу керек, ақылағы күшті болу керек. Сабағын оқылмады. Иә, тартпайсың ғой ол адамның өзіңе ше. Ана жақта өзбек ұстаздар прям ішіңе кіріп алатын еді да. Как мамаң сияқты болып қалатын еді. Барлық сырыңды айтатын, барлығына күшті болып. Жанына келіп қалай, жағдайың жақсы ма? Сабақ оқи алдың ба? Соны мен көрмесем да, иә, ол кісіні көрмесем да, андай как жақын болып қалғаны маған ше. Сондай нәрселерге итермелесе де даже. Мәселе қайда жатыр, иә? Сабақ берген уақыт ішіне кіру керек қой. Мен айтамын, мен медреседе құлық екен да, мінез екен, мінез. Адамның мінезі тартады екен да. Мына жақ қарасам, мынау ұстаздар қабағын сөйлеп қалса, одан қашасыз ғой. Ол жұмсақ сөйлеп, өзіге тартса, деп адам сөзді мен 9-дан кейін барған балапан едім ғой, андай же. Кім не десе сеніп кете беретін деген сияқты. Кішкентай балапан өзімді, егер адам яқшы кепірсе, уже құрсан болып кетемін да. Құрсаншылығымның шекі жоқ да. Жығылаймын бір қылар, шыншалық мені құрсан қылса, бір чехрасы күліп, бір анау қысы мінезі көзел болса, деймін. Мен өзімні демеймін, енді ұстаздарын яман деп ете алмаймыз ғой. Иә, не дедің жаңылды? Кешірім сұрайын. Жылайын дедің деп, жылағым несі? Сөзімді бөліп жіберді ғой сен деп отқан. Иә, жылағым келіп кетті дейін да. Жылағанда тұрған ешнәрсе жоқ. Менде де болған, мен медреседе оқыдым. Бізде қазақ ұстаз болды, тәжік ұстаз болды, өзбек ұстаз болды. Және араб ұстаз болды. Ана біздің местный ұстаздар ұрсатын. Сосын Убайдат деген ұстаз болды бізде. Бір күні бүйтіп ұйықтағым келіп, бүйтіп ұйқым келіп отырып, мен Қарғылықта оқыдым. Сен жаныма бүйтіп келіп қорқып отырсың ұстаздан. Ұйықтамадың ба? Ұйықтадым. Ұйқым келіп отыр, иә деді. Барып ұйықтап келіп алды. Сабақтың уақытысы бар, ұйықтап келді. Барып 1 сағат ұйықтап келіп, сосын рахаттанып сабақ оқисың ғой. Менде сондай болған. Ана ұстаздан кетпейсің ғой жанынан. Шынымен мәміле. Иә, сондай мәміле. Сондай. Енді бұл сіздер айтып отырсыздар ғой, чатта әдемі сөйледі. Бұл метод қой. Білесіздер ма? Бұл сектор. Сол үшін андай танитын адамдай. Себебі сол ғой. Бізді өзіге тартып, жақсы сөйлеп, еркелететін еді. Еркелетіп, да? Біз уже даже өзіміз мамамыз солай еркелейді ғой, иә. Мамамыз уже үлкен, біз уже кетті яқшы келгеннен кейін, башқа бір еркелетсе, бізге внимание керек деген сияқты, бәріне внимание керек қой. Анақа егіліп қалар екенсіз да, шоңай кіріп кетер екенсіз, чұқыр кіріп кетер екенсіз. Дұрыс, ілімде қатты тұру керек. Ұстаздар, целый сол 4 жыл оқыдым ба, сондай болып, сондай өтті да, мен 4 жылым ше, даже Құраннан уже бездіріп жіберетін кездерде болады да, мен де ше, жаттай алмай деген, иә. Уже соңына келіп жаттай алмай да қалдым да мен. Ұрса берсе. Уже сосын ұстаздардан суып кетті уже.